Бүкіл әлемнің күнәсін жоятын Құдайдың тоқтысы Иса. Ол әлемнің барлық күнәларын өз мойнына алды. Өйткені күнәнің кесірінен өлім, Иса Мәсіх өлімді өз денесімен айқышқа шегеледі. Иса айқышта өлу арқылы біздің барлық күнәларымызды мәңгілікке жуып тазартты. Иса Мәсіх өзінің қанымен мәңгілік құтқарылуды сатып алды. Сондықтан Исаның құтқарылуы мәңгілік құтқарылу болды. Ол мәңгілікке созылады. Бұл Құдайдың жоспары. Тек Құдай ғана біздің барлық күнәларымызды мәңгілікке тазартты деп айта алады. Келі кітаптағы ең маңызды нәрсе жанымыздың құтқарылуы. Құдайға сенетін адамдар көп, бірақ күнәдан арылып құтқарылғандар өте аз. Көптеген адамдар ар ұждандары арқылы құтқарылуға болады деп ойлайды. Сонда Исаның айқышта өлуінің қажеті болмас еді. Бұл мүмкін емес. Құтқарылу тек Исаға, біздің күнәларымыз үшін келген деген сенім арқылы келеді. Мәсіх сондай-ақ құрбандыққа шалынған қошқарлар мен бұзаулардың қанын емес, өзінің құрбан болған кезінде төгілген қанын осы киелі үйдің ең қасиетті бөліміне біржола алып кірді. Осылайша ол бізді күнәмізден арылтып, мәңгілік азат етті. Еврейлерге арналған хат 9 тарау 12 аят. Ол бізді күнәмізден арылтып, мәңгілік азат етті. Барлық күнәларымыз тазарғаннан кейін екінші рет тазарудың қажеті жоқ. Бұл киелі кітапта айтылған шынайы інжіл. Құтқарылу үшін біз Исаның істерін және оның уәделерін қабылдауымыз керек. Адамдарды Исаның не істегені емес, құтқарылу үшін не істеуіміз керек екенін қызықтырады. Құтқарылу біз құтқарылу үшін жасайтын нәрсе емес. Бұл Иса Мәсіхтің айқышта біз үшін жасағанын қабылдайтын нәрсе. Күнәларымыз мәңгілікке тазартылмайынша біз құтқара алмаймыз.